Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен неліктен кейбір адамдар үнемі тоңып жүреді. Жазда да аяқ-қолы мұздап, тіпті суланып жүретін адамдар болады. Кейбіреулер мұны үйреншікті жағдай деп қабылдайтынын да көріп жүреміз. Ал күн ыстықта да тоңып жүрудің бірнеше себебі бар. Ағзаның температурасын мейреттейді. Жазда ол денеге артық жылуды беру, ал қыста ұстап тұру туралы сигнал береді. Оны былай түсіндіруге де болады. Ми тапсырмасы бойынша тітіркену қоры арқылы бұлшық еттердің энергия бөліп шығады. Біз содан жылынамыз. Бұл жерде көбінесе темірдің рөлі ерекше, сондықтан анемиясы бар адамдар жаурағыш болады. Қолдың суығын бармақ бастарының қан айналымы нашарлағаны деуге болады деп жазады Ауырмаңыз газеті. Оның себептерінің қатарына жоғарғы қан қысымы мен кейбір дәрі-дәрмектер қабылдау кіреді. Қалқанша без айналымының төменгі жағдайда болуы да зат алмасудың бәсеңдеуіне алып келеді. Міне сол себепті дене керекті жылуды бөле алмайды. Ғалымдардың айтуынша суықтыққа көндігетін генетикалық шартты бейімділік болуы да мүмкін. Егер ыстықта да оранып жүретін болсаңыз, онда темірге бай өнімдер жеңіз. Қызыл ет, бұршақтар, қошқыл жасыл жапырақты көкөністер және никотиннен аулақ жүріңіз.